Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым? Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әкем Асқар тауым. Авторы Айдана Ізділеуова. Қараңғы үй іші, шылымның көк түтіні Абылайды тұншықтырып барады. Әкесі қайтқалы, бұл үйді анасы тозаққа айналдырып жіберген. Бұл әйел күйеуін құлай сүйді. Оның қазасына шыдай алмай, араққа салынды. Қалада тұратын бұл отбасы енді ғана біреудің ескі үйін сатып алып, шатырына жөндеу жүргізіп жатқанда, Абылай әкесінен қапыда айырылды. Шатыр жауып жатқан әкесінің аяғы тайып жерге құлағанда, басы тасқа соғылып, 3 күн комада жатқан әкесі мәңгілік ұйқыға кете барды. Сүйгеннің қазасын көтере алмай, қатты қайғырған әйел ұлын бір сәтке ұмытып кеткендей, бастапқыда құлыным, ботақаным кешірші, енді арақ ішпеймін деп, 7 жасар ұлының құшақтап егіле жылайтын. Бара-бара арақтан есі ауып, шылымды да шегіп, үйге өзі сияқты бөтелкелестер жиналатын болды. Көршілерден маза кетіп, әрі кішкентай балаға жаны ашыған болу керек, заңды қызметкерлер шақырып, ана мен баланы 2-ге айырды. Көршілер олай етпегенде бейкүнә баланы ішімдікке салынған ана аштықтан өлтірер ме еді? Қарны ашқан Абылай көршілерден жиі тамақ сұрап, жартысын өзі жесе, кішкене ғана жұмыр жүрегі анасын ойлап, жарты бөлке нанның анасына апарып береді. Бала жүрегі анасының сауығып, жақсы ана болатынына сенеді. Алайда бала кезден жетімдік пен қиыншылықтан әбден мезі болған әйел, өкінішке орай, ішкіліктен шыға алмай есі ауды. Ауылда тұратын Абылайдың ата-әжесі бар. Атасы күнде кемпіріне, «Ей, ана, немеренді ауылға кел, шала қазақ шешесі екеуі осында тұрсын. Болмаса бақытын табам десе, немеремді өзіміз бағамыз. Бар енді анау қалаңа», деген қарт іші бір нәрсені сезетіндей. Өз-ақ немересін жетектеп әкелуге әлде қашан келер еді. Оған аяғы жарамайды. Ұлының 40-ы өтті. Енді ғана үйден кемпірі шыға алады. Ал Катя келініне күйеуінің 40-ы маңызды емес. Білмеуі де мүмкін. Жерлеуіне келіп, сүйретіле қайтқан соң, сұлбасында көрсетпеді. Қалаға келгеннен кейін ішіндегі күйікті ішімдікпен басамын деп, Абылайдың анасы шала қазақ жетімдер үйінде өскен, есімі де Катя. Түрі орысқа аумайды. Десе де құжаттағы тегі қазақша, тілі де, тәрбиесі де орысша. Сондықтан ауылға келін болып көп тұрмай, қалаға көшкен еді. 2 жас бөлек шыққалы өте бақытты болды. Құрсағында Абылайы бар Катя, күйеуіне көп еркелейтін. Осы ұлды туған соң күйеуіне, «Мен мүсінімді құртқым келмейді, анау жеңгешкаларың бар емес пе? Топырлатып туа берген өздері шошқадай. Мен ондай болғым келмейді. Бір бала жетеді» деп, орысша, қазақшасы аралас әйтеуір ойын жеткізетін. Абылайдың әкесі пәтер жалдап, неше жыл қара жұмыс жасап, енді ғана қаражат жиып, біреудің ескі лашығын арзан бағада алған еді. Бұл үй құт емес, жұт боларын білгенде ғой. Қала жүйткіген көліктер, қолында мекен жай жазылған, умаждалған қағазы бар әже, өзінен өзі күбірлеп арасында көз жасын сүртіп қояды. «Айттым ғой саған, құлыным-ау, ауылда тұра ғой дедім. Қалада тұрып не таптың енді?» Жылап жүріп ұлының үйін әзер тапты. Бұрын ұлымен көп араласа алмаған еді. Күні бойы жұмыс жасайтын ұлы, ал мына шала қазақ келінінің есіне, жасаған тамағына көңілі толмай, немересін иіскеп қайтатын. Үйді әзер тапқан кейуана, «Астапыралла, мына үйді қалай ғана алды екен? Денеңді мұздата, ама қалай, әлде құлынып, осы жерде мерт болғасын солай көрінеді ме екен?» Тағы да анасы көз жасын сығып алды. Есік ашық тұр, келіні ес-түсін білмей ұйқыны соғып жатыр. Үй емес тап бір қораға кіргендей. Үйдің іші астан-кестен, шылымның иісі,
одан басқа да сасық иістер, тіпті кіші дәретін баклажкаға құйып қойған ба, әйтеуір әр бұрышта сондай бірдеңелер жатыр. «Әй, тұқымың көбейгір, тұр ұйқыңнан бала қайда?» деп маскүнем келін жұлқып әлек, мастығы тарай қоймаған Катя жұлқынғанға тұра қоймайды. Су іздеп жүріп, әйтеуір шелек түбінен суды тауып, келіннің үстіне ақтара салды. Сонда ғана ұйқысынан шошынған әйел айқайлай бастады. Тілі күрмелетіп айтқандары түсініксіз. Катяның мына түріне ашуланған кемпір «Абылай қайда, немерем қайда?» деп тағы көңілі босап жылай кетті. Үйдің бәрін қуыс-қуысты тінтіп, немересінің атын айтып шақырса да таппады. Қайтсын енді, қорқып барады. Кішкентай немересінен айырылып қаламын деп жаман ой шырмап алған. Немересін іздеп боздаған әжені көрген көрші жетіп келіп, барлық мән-жайды хабардар етті. Абылайды әлі де жетімдер үйіне өткізбеген, уақытша балаларды қорғау ұйымында ұстап отыр. Әжесі барып өз қамқорлығына алып ауылға кетті. Анасын іздеген бала әжесімен сан мәрте анасына келген болатын. Әбден ішкілікке салынған ана ауылға барудан бас тартты. Көп ұзамай ауылға суық хабар келгенде бала жүрегі тағы да жараланды. Ішкілікке салынған Катяны өзінің бөтелкелестерінің бірі пышақтап өлтірген. Ата-әжесі туыстары да жиып, келіннің барлық рәсімдерін өткізіп, ұлының қасына жерледі. Әке-шешеден ерте айырылған Абылайды ата-әжесі еркелеп өсірсе де, өте ақылды, нағыз азамат болып ержетіп келеді. Атасы кішкентайынан құлағына бар ақылын құйып өсірді. Бәлкім, анасының ішкіліктен болған ажалы себепкер болды ма екен? Ержеткен Абылай еш уақытта ішімдік деген бәлеге жолаған емес. Сыныптастары сол үшін де Абылайды жиі тепкіге алатын. «Жігіттер, мынаны қарандар, не ішімдік ішпейді, не қатарға қосылмайды. Мына өзі еркек пе?» Осылай келеке ететін сыныптастарына артық сөз айтпайтын Абылай күндіз даланың жұмысын жасаса, кешке әжесіне тігін машинасын тігіп беріп, қолғабыс ететін. Әжесінің қасында отырып өзіне қалған құтқан қиынды маталардан қолғап тігуді үйреніп мәз. Өзі де тігін машинасына қызығып, әжесіне зырылдатып көрпе тысын талай тігіп, әжесін қуантатын. Сондай сәтте әжесіне жиі еститін сөзі: «Жарығым, ертең есейгенде анау қаладағы үйіңді сатып жібер. Ол үй құт емес, жұт әкелетін баспана. Әке-шешеңнің басын жұтты», деп көз жасына ерік беретін әжесін құшақтап жұбатады. Бір қызығы сол үйді қанша сатуға қойса да ешкім алмады. Өйткені көрген жан қорқатындай ақ, өте ескі, неше жыл күтім көрмегені көрініп тұр. Мектеп бітірген Абылай ағаларының балаларына қосылып қалада құрылыс жасауға жұмысқа шықты. Тапқан ақшасын ата-әжесіне берген еді, алмады. «Өркенің өссін құлыным, сен де ержетіп отбасылы боласын. Тапқан ақшанды өзің жина. Алда-жалда үйленсең керек болады», деп әжесі бар ақылын айтты. Көп ойланған Абылай қаражатын жиып әке-шешесінен қалған үйді жөндеуге шешім қабылдап, ол үйді біраз ақшаға сатпақшы болды. Сатпақшы болған. Қанша әдемі ремонт жасаса да, ол үй өтпей тұра берді. Сұраушылар, көршілер келеді, алайда бозбала Абылай осы үйді ата-анасының қаза болғанын жасырмай айта салатын. Бұны естіген үйді алушылар хабарсыз кетеді. Арада жылдар өтіп жатты. Абылай бұл үйге жұмыс жасап жүрген қасындағы өзбектерді квартирант ретінде ол үйге тұрғызуды ойлады. Әрине арзан бағаға, әйтпесе адам тұрмаса, үйі баяғы қалпына түседі. Бастапқыда өз үйінен қорқып өзі квартирада тұратын. Кейіннен өзбектерді сылтауратып, өз үйін біраздан бақылап жүрді. Ешқандай бәлесі жоқ, жай ғана үй. Квартирант өзбектер таза жандар екен. Үйді таза ұстап тұрып жатты. Көп ұзамай өзі де бұл үйге қоныс аударды. Кәдімгідей үй. Іштей ойлап қояды. Әжем өз ойынан шығарған шығар. Бәлкім үйді жөндегенде барлық бәле сонымен кеткен. Солай өз ойымен біраз алысып жүрді. Құрылыстағы өзімен шамалас жігіттермен араласып кафеге барды.
қыдырып жүріп бір үйдің ерке сылқымды Тамарамен жолығып қалды. Құрбыларымен келген қыз Абылайды жай ғана жігітімен ерегесіп биге шақырған еді. Өзін биге шақырған қызға таңқыраған жігіт қызды ішіп алған көше қызы деп ойлады. Өйткені мұндай жерлерде есі дұрыс қыз жігітті биге шақырмайды. Әріден екеуі де үнсіз жай ғана билеп тұр. Бұрын қызбен сөйлесіп көрмеген жігіт қыздың құшағында үнсіз қалай танысарын білмей қорқақтап тұр. Бидің ортасында Тамара Абылайдың бетіне қарап рахмет деп бұрылып кете барды. Абылайдың қасындағы жігіттер: «Ей, есің дұрыс па? Қызбен танысып ем болмаса есімін сұрап алсай» деп жамырап жатты. Тамара асыққан бойда қол сумкасын алып жалғыз кетіп барады. Батылдық жиып, Абылай да ол қыздың соңынан шықты. Қарындас десе де әлі де қорқақтап тұрған жігіт ары қарай қызға айтатын айта алмай әлек. Бұрылып қараған Тамараның жүзі мұңды, ренжіп тұрғаны, жылағаны білініп тұр. «Мазамды алмай жайыңа жүр» деп қатқыл үнмен сөйлеп тастады. Қыздың өзіне қатты айтқанына дереу көңілі түсіп кеткен жігіт «Кешіріңіз» деген сөзді әзер айтып қайта бұрылып кафеге кірді. Жанындағы жігіттер «Ана қызды сындыра алмадың ба?» деп мазақ етуде. Абылайдың көз алдынан сол бір қыздың мұңды жанары кетпей, қайта-қайта ойлайды. Арада 2-3 ай өтті. Абылай енді ғана ол қызды ұмытып, баяғы өз қалпына түсіп жүре берді. Өз үйінде тұрып, қаражаты да жиналып жағдайы жақсарған жігіт көлік алуды ойлап жүрген. Үйден алыстау дүкенге кіргені сол еді. Таныс бейнені көрген жігіт балаша мәз болғаны, өзіне бұл қыз «Менің тағдырым, енді айырылмауым керек» деп өзін жігерлендіріп қояды. Тамараның құрбысы сол маңда тұрады екен. Құрбысының ауырып қалған естіген қыз дүкеннен анау-мынауын алып көңіл сұрауға келгені анық. Енді бұл сәтті құр жібермеген жігіт қыздың соңынан лезде шығып: «Қарындас!» Жалт қараған қыз анадағы ашулы емес екен. «Сізбен танысқым келеді, есімім Абылай». Ұсынған қолын алмаған бойжеткен наздана қарап «Танысқым келмейді» деді. Сонда да ізінен қалмай еріп келеді. Тамара болса бұл жігітті бәлкім сынады. Әйтеуір қарамай құрбысының үйіне кіріп кетті. Қыздың бұл қылығына сәл ренжісе де, сол қыздың есік алдында 2 сағаттан әрі күтіп отырды. Тамара да шығып келеді. Абылайдың әлі де күтіп тұрғанын таңғалып: «Мені күтіп тұрмысың?» дейді. Бойына батылдық жинаған жігіт: «Иә, сені өмір бойына күтуге бармын». Осылай 2 ғашық бір-бірін тапқан болатын. 2 жыл араласып отбасы құруға шешім қабылдаған сәтте Тамараның ата-анасы қарсы шықты. Абылай өмір сүре алмайтын ерікке қыз үйден қашып бас қосуын қосты. Алайда Тамараның ата-анасы біразға дейін қыздарына ренжіп, кейін ашуы тарқағанда Тамараны азғыра бастады. Келін болып түскен жас келін мен немересін ата-әжесі ауылдан шығарғысы келмеді. Қаладағы үйге тұруларына қатты қарсы болды. Тіпті ол үйді сатып жібер деп байғұс атасы күнде айтатын. Ал бұл нәрсені жаңа келіні болып түскен Тамара басқаша түсінді. Онан ол сөзді шешесіне жеткізгені сол еді. Ол енді отқа май құйды. Арада айлар өтіп жатты. Жүйкесі сыр берген Тамара жиі дәрі ішуді шығарды. Соңғы кезде бастырылып қорқынышты түс көретінін айтатын. Шешесі жиі келіп, түс дегенін түлкінің боғы деп жұбатып әлек. Басы да жиі ауырып емханаға жатып жүрді. Дәрігерлер күйзелісте жүрсіз дегеннен басқа ештеңе айтпады. Бұл сөздерге онан сайын ашуы келетін Тамара айқайлап емхананы басына көтеретін. Әйелінің жағдайынан қорыққан Абылай үйді сатуға қойып еді. Тамара сірә өз ажалына асыққан болу керек. Бұл үйді сатуға қарсы болды. Арада тағы да айлар өтіп, өмірге торсықтай ұл келді. Бірақ өкінішке орай сәбидің ғұмыры ұзақ болмады. Босанған Тамараның бас сақинасы қайта ұстады. Анасы үйінен шықпай қарап жүрген. Бірде есік алдында дүкенге кеткен. Құндақтағы ұлының жылағанына шыдамай, есі ауған Тамара айқайлай бастады. Абылай күні бойы жұмыста. Құндақтағы сәби айқайдың не екенін қайдан түсінсін? Онан сайын шырылдай берді.
көтеріп алған Тамара «Өшір үніңді, өшір» деймін жұлқылап жатты. Басының ауырғаны, құлағының шыңылдағаны шыдатпай, кішкентай сәбиін қатты жұлқылағанын өзі де білмеді. Жаңа ғана даусы шыққан сәбидің үні өшті. Иә, өз анасы үнін өшірді. Дүкеннен келген анасы көріп, қолындағы заттарын лақтыра қызының қасына жетіп келді. «Ойбай, не істедің, не істедің?» Анасы келгенде сәбиін әлі де жұлқылап тұрған еді. Әлі де буыны қатаймаған сәбидің басы шайқалғаннан зақым келген. Немересін құшағына алған әжесі баладан айырылғанын білді. Күнде пысылдап тәтті иісі бұрқырап, бірде риясыз күлсе, енді бірде қабағы түйілсе, сүйкімді періштенің тыныс алмай жатқанына сене алар емес. Жедел жәрдем шақырған Тамараның шешесі немересінен әп-сәтте айырылды. Қызын жүйке жүйесін емдейтін орталыққа кетті. Абылай да бұл күйікке шыдамай ішіп кетті. Бір айдан кейін сауығып шыққан Тамара өзегіндегі өкінішті баса алмай, өз ұлын өлтіргеніне есіне түскен сайын қиналып, сол бір ажал шақырған үйде өзін асып тынды. Арада бірнеше жыл өтті. Ішкілікке салынған Абылай қартайып кеткендей, атасынан да айырылып үлгерді. Әжесі өз панасына алып біраз жерге сүйреді. Соның өзінде бұл бала ішімдігін қоймай жүрді. Бірде енесі келіп 5 жасар қызын ауылға әкеп тастады. Немересін қимаса да әкелуге мәжбүр. Әйтпесе бұл немересінен өлсе де айырылмас еді. Қызынан қалған жалғыз естелік, құдағиына қайта-қайта тапсырып, көз жасын сүрткен әжеде қимастық бар. Жасы келе жиі ауырып жүрген Тамараның анасы емханаға жатып жүрді. Үйдегі келіні кішкентай қызды түртпектейтін көрінеді. Сол үшін де емханаға жататын кезде әкеп тұруды жөн көрді. Кішкентай сүйкімді қызын көрген Абылай өзінің ішкенінен ұялды. 5 жастағы қызы әкесіне жоламай әжесінің қойнына тығылып, әже анау кісі мас деп қорқып жүр. Абылайдың әжесі ара-тұра шөбересіне барып тұратын, сондықтан әжеден басқа жанға жоламайды. Кішкентай қызының сөздерінен кейін арақты қойған Абылай жұмыс жасай бастады. Бірте-бірте қызына тәттілер мен ойыншықтарын әкеп бауыр басты. Арада бірнеше жыл өтті. Бар өмірін жалғыз қызына арнаған Абылай қарт қазіргі таңда қызының балаларын бағатын, ортасына сыйлы қарт болды. Тамарасынан айырылған соң екінші рет ота құрмады. Қызының бақыты үшін күнін-түнін жұмысқа арнап, ең жоғары оқуға түсіріп, барлық арманын орындаған нағыз ер еді. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Кезіндегі үйді бір кездері біреулер сатып алған еді. Ол алған адамдарда жақындарынан айырылыпты. Кейінірек тағы біреулер алып бұзған екен. Ол үйдің астынан адам сүйектері табылып, үлкен мәселе болды. Жерлеген адам айтып бір емес 2 адамның сүйектері екен. Бәлкім сол бір адамдардың рухы ол үйге келгендерге маза бермеген болар. Қандай жағдайда марқұм болғанын ешкім дөп басып айта алмады. Сатып алған адамдардың барлығын тексергенде ешқандай мәселе таппай, жұмбақ күйі қала берді. Қазір ол үйдің орны үйіндегі толы қоқыс тастайтын орынға айналған. Тек әкемнің өзегінде жалғыз өкініші, сол үйден ертерек құтылғанымда, әйелім мен ұлымнан айырылмайтын едім деген сөзін кейде айтып отырады. Үлкенді тыңдау керектігін жиі айтып отыратын әкемнің арқасында мен бақытты отбасы құрдым, деп Абылай қарттың қызы сөзін аяқтады. Арнамды жоғалтып